Бекзат Саттарханов Олимпиада чемпионы. Міне көрдіңіздер ғой, 20 жасар жігіт алып берді. Талай жыл ұмтылған биіктікті. Спорт комментаторлары даусымен елді елең еткізіп, жеңістігіндерді алғаш болып хабарлайтын спорт жанашырлары туралы не білеміз? Қазақ комментаторларынан кімдерді танимыз? Бүгін халық пікірін бірге білейік. Ал сіз үлпіл басып пікір алаңын толтырып дайын отырған болсаңыз, біз сақадай саймыз. Ендеше кеттік. Ермұхамед Мәулен. Футболды қараман, білмен қызықпан. Ермұхамед Мәулен танимыз. Ермұхамед Мәулен, Ерсін Ерік. Негізінде футболға қызықпаймын. Ермұхамед Мәулен, Әлімжан Асқар. Конечно же, знаю Ербола Каирова, Дидара Кадырова. Негізі көбін танымаймын, бірақ Әлімжан Асқар дегенді білемін. Амангелді Сейітхан, Есей Жеңісұлы, Әлімжан Асқар, Ермұхамед Мәулен. Оразовтың пасы, Батеканың басы, Финляндияның көз жасы. Оразовтың пасы, Зайнудиновтың пасы, Пахьямпалоның көз жасы. Әлімжан Асқардың Манчестер Сити. Ермұхамед Мәуленнің маған ұнаған фразасы: тепсе асқат, теп дедім ғой мен саған. Тағы берген тепсе асқат! Ал Ерсін Еріктікі ойынның аяқтауына жарты сағат уақыт қалды. Жарты сағат 10 минуттың үшеуі дейді. Ойынның аяқтауына жарты сағат уақыт қалды. Жарты сағат дегеніңіз ол 10 минуттың үшеуі. Ермұхамед Мәуленнің әлем чемпионатында Роналдуға айтқан: иығымен пас беріп, шашымен гол соққан, шашауына шаң жұқпайтын Роналду дегені. Иығымен пас беріп, шашымен гол соққан, шашауына шаң жұқпаған Роналдуды. Неке көпшіліктің пікір осындай, айтар сөздің қорытындысын сізге қалдырдық. Өзіңізге ұнайтын спорт комментаторының пікірге жаза кетіңіз. Сіздермен бірге болған Репортер ТВ және Әділет Жұмагелдиев. Жеңісті күндерде жолыққанша.